Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өкпедегі қақырықты жібітіп және қақырықты сыртқа шығаратын керемет әдісті ұсынатын боламын. Осы тәсілден кейін сіздер мүлдем жөтелден айығатын боласыздар. Алдымен бізге құйрық май қажет болады. Менде осындай көлемді құйрық май болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте ұсақ етіп құйрық майды турап алатын боламыз. Бұл ежелден бері пайдаланып келе жатқан халық емі болып табылады. Мен де өз балаларыма жөтелген кезде дереу осыны жасап бере қоямын. Өзім ішіп көріп, пайдасын көріп жатқаннан кейін сіздерге мен де бөлісуді жөн көрдім. Мінекей достар, осылай ұсақ етіп турап алдым құйрық майды. Енді қызып тұрған табамызға ешқандай сұйық май құймай, еш нәрсе құймай, осы құйрық майды салып тұшытып аламыз. Бірер минуттан соң осындай сұйық майы шыға бастайды. Құйрық майды қатты қып-қызыл болғанша тұшытып алудың қажеті жоқ. Тек кішкене қоңырқай түске енсе болғаны бөлек сүзіп аламыз. Міне менде осындай түсте болды. Енді бөлек ыдысымызға, менде осындай шыны ыдыс болды. Біздің ыдысымыз аузы жабылатын осындай шыны ыдыс болу керек. Пластмасса немесе басқа ыдыстар жарамайды. Мінекей барлығын сүзіп алдым. Қою бөлігін тастамаймыз. Нан жауып жатқанда арасына салып пісіріп жіберсеңіздер өте әдемі болып шығады. Осы майдың бетін жауып тоңазытқышқа салып ұзақ уақыт сақтасаңыздар болады. Балаларыңыз немесе өздеріңіз жөтелген уақытта, кез келген уақытта алып кішкене ерітіп іше бересіздер. Енді майды алудың екінші тәсіліне кірісеміз. Бұл тәсіл стерилденген түрі деп аталады. Бұл кезде де құйрық майды барынша ұсақтап турап аламыз, немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Мен барлығын ұсақтап турап банканың ішіне саламын. Томаттың ыдысына, банкаға немесе бокалға салып алсаңыздар болады. Мен томаттың ыдысын пайдаландым. Ішіне құйрық майдың барлығын салып шығамын. Бұл құйрық майды біз банкасымен қоса су буында ерітіп аламыз. Алдымен бізге осындай ыдыс қажет болады. Ыдыстың ішіне міндетті түрде банканы қойып, үстінен банка батып тұратындай етіп су құйып алдық. Қақпағын қатты етіп жаппаймыз. Тек бетіне бұрамай жай ғана жауып қоямыз. Міне бір рет қайнап шықты. Бір қайнап шыққаннан кейін оттың астын орташа етіп қойып, майы осылай еріп шыққанша ұзақ уақыт қайнатып аламыз. Егер су таусылып бара жатса, үстінен қайнаған су құюға болады. Келесі бөлек ыдысымызға майдың барлығын сүзіп алдық. Бізде осындай көлемді май шықты. Кейін бұл майымыз осылай қатып, әдемі болып қалады. Кейін бір қасықтан алып, жібітіп іше берсеңіздер болады. Бұл майдың стерилденген түрі деп аталады. 1 жастан кейінгі балдарға берсеңіздер болады. Ал ересектерге осы тұшытылған түрін ішсеңіздер болады. Достар, егер сіздерге видео пайдалы болған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ем болсын.